Сіздермен құрметті көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз қосылған құн салығының есебі, яғни НДС дейді, толық айтылғанда налог на добавленную стоимость. Жалпы мемлекеттік кәсіпорындардан басқасының барлығы қосылған құн салығын төлеуге міндетті. Егер кәсіпорынның бір жылдық аппараты 30 мың МРП-дан асып кетсе, онда ол қосылған құн салығы төлеу бойынша міндетті түрде салыққа тіркелуі тиіс. 30 мың МРП 30 мың МРП, яғни айлық есептік көрсеткіш 30 мың көбейтілген 2021 жылы айлық есептік көрсеткіш 2917 теңге. Сонда 80 миллионнан асады. Сол жобада теңге болады. Яғни сіздің бір жылдық айналымыңыз, яғни оборотыңыз 30 мың МРП-дан асып кететін болса, онда сіз салыққа барып, қосылған құн салығын төлеу бойынша тіркелуіңіз керек. Ал егер сіздің оборотыңыз 30 мың МРП-дан асып кеткен кезде сізге ескерту келеді тіркелу бойынша. Ал егер тіркелмейтін болсаңыз, олар автомат түрде өздері тіркеп тастайды. Жалпы егер 30 мың МРП-ға жетпесе де, НДС плательщик ретінде барып тіркелсеңіз, жұмыс істей берсеңіз болады. Қосылған құн салығының ставкасы Қазақстанда 12%, мысалы Ресейде 15%. Қосылған құн салығынан босатылған айналымдар, яғни обороттарды жазып алыңыздар. Оның ең алғашқысы жарлық капиталға үлес деген оборот. Яғни жарлық капитал деген оборот ол қосылған құн салығынан босатылған айналым екен. Екіншісі қаржылық қызмет, яғни банковский услугалар. Оларда да НДС жүрмейді. Одан кейін шетел валюталары босатылған. Одан соң дәрі-дәрмектерді импорттау айналымдары да НДС-тен босатылған. Жалпы 2020 жылдан бастап не істесеңіздер де шот-фактура беруге міндеттісіздер. Товар сатсаңыздар да, материал сатсаңыздар да, немесе қызмет көрсетіп жұмыс орындасаңыздар да шот-фактура беруге міндеттісіздер. Қосылған құн салығының мерзімі салық мерзімінен кейінгі екінші айдың 15-не дейін. Яғни мысалға бірінші кварталдың мерзімі, мысалға бірінші кварталымыз қаңтар, ақпан, наурыз болатын болса, одан кейін сәуір, яғни екінші ай дегеніміз мамыр айының 15-не дейін. Ал егер екінші кварталдікі болатын болса, сәуір, мамыр, маусым, шілде, сосын тамыздың 15-не дейін болады. Яғни бірінші кварталдан кейінгі екінші айдың 15-не дейін мерзімі. Жалпы қосылған құн салығын, яғни декларация дейді, 300-ші форма дейді, немесе декларация деп айтып жатады. Жалпы біз өткенде қосылған құн салығымен жұмыс жасағанда, осы уақытқа дейін екі шотпен жұмыс жасады. Біреуі 1421 деген шот, одан соң 3130 деген шотпен жұмыс жасадық. Біз осы уақытқа дейін 1421 деген шот, ол активті шот, үнемі дебет жақта жүреді. Ол қандай кезде орындалатын шот, ол егерде біз жеткізіп беруші организациялардан товар, материал сатып алғанда, негіз құрал болсын, материалды емес актив болсын сатып алғанда, немесе олар бізге қызмет көрсеткенде жұмыс орындаған кезде, солардың суммасының арасында НДС болатын болса, оны біз 1421 деген шотқа жаптыға, ол үнемі дебет жақта жүреді, және ол активті шот. Ал 3130 деген шот ол пассивті шот, үнемі кредит жақта жүреді. Ол енді керісінше сатып алушылар біздің организациядан товар, материал, немесе негіз құрал болсын, материал емес актив болсын сатып алған кезде, немесе біз оларға қызмет көрсеткенде, немесе біз оларға жұмыс орындаған кезде, солардың арасында НДС бар болатын болса, суммалардың арасында оны біз 3130 деген шотқа жаптыға, пассивті шот үнемі кредит жағында жүреді. Әр 90-ның соңында, яғни 3-ші айда, кварталда, бір кварталда 3 ай болатын болса, яғни әр кварталдың соңы дегеніміз ол 3-ші ай, 1421 және 3130 шоттарының соңғы қалдықтары есептеліп, жабық сальдо жасалады екен. Яғни шоттарды бір-біріне жабады. Яғни мынау 1421 мен 3130 деген шоттарды бухгалтерияда контр шоттар деп айтады. Оларды есептейтін кезде бір-біріне жабады оларды. Яғни 1421-дегі суммалар мен 3130-дағы суммаларды бір-бірінен азайтады. Оларды бір-біріне жапқан кезде
ол екі шоттың орнына ауысады. 31-30 шот үнемі кредит жақта жүретін болса, ол екеуін бір-біріне жапқан кезде 31-30 шот дебет жаққа келеді. 14-21 үнемі дебет жақта жүретін болса, оны жапқан кезде ол енді керісінше кредит жаққа келеді 14-21. Сөйтіп бір-біріндегі суммаларын азайтады. Нәтижесінде егерде қалдық 14-21 шоттың дебетінде қалса, онда қосылған құн салығы артығымен төленген деген сөз. Ол келесі 90-ның бастап қалдығына барады. Яғни 14-21-дің дебетінде қалса қалдық, ол сумма салыққа бюджетке төленбейді, ол артығымен төленген деген сөз. Сондықтан ол келесі 90-ның бастап қалдығына барады. Ал егерде бір-біріне жаққан кезде сумма 31-30-дің кредит жағында қалатын болса, онда ол жағындай қосылған құн салығы ретінде бюджетке салыққа төленеді. Мына жерде бір мысал берілген екен, соны бірге қарастырып шығайық. Мысалы дейді, бірінші 90 соңында, яғни бірінші кварталдың соңында 14-21 шоттың дебетінде 78.500 теңге болды дейді. 78.500 теңге болды дейді. Ал 31-30 шоттың кредитінде 63.000 теңге болды дейді. 63.000 теңге. Енді жабық сальдо жасаймыз. Жабық сальдо жасаған кезде жаңағындай 31-30 шот дебет жаққа келіп түседі. 14-21 шот кредит жаққа келіп түседі. Біз суммаға қай шоттың суммасы аз, сол сумманы алатын боламыз мына жерге. Мына жерде 14-21 шоттың суммасы 78.500, 31-30 шоттың суммасы 63.000. Сонда бұл жерде бізде 31-30 шоттың суммасы аз болғандықтан осы 63.000 деген сумманы жазамыз мына жерге. Енді екі шотты қарастырып шығамыз. Бірінші 31-30 шотты қарастырамыз. Дебет, кредит. Бастап қалдығы жоқ, 0. Басында 31-30-ның кредитінде 63.000 болды. Міне 31-30 кредит жағына 63.000 түседі. Жабық сальдо жасаған кезде 31-30 шот дебет жаққа келді. Сумма 63.000. Сонда соңғы қалдық 0 болады. Яғни 31-30 шотта қалдық жоқ екен. Салыққа төленбейді екен. Енді 14-21 шотты қарастыратын болсақ, басында 14-21-дің дебетіне 78.500 келді. Жоқ, бастап қалдық 0 бірінші, сосын 14-21 шоттың дебетіне 78.500, міне 14-21 дебетте 78.500. Одан соң жабық сальдо жасаған кезде 14-21 шот кредитке келді, суммасы 63.000 теңге. Бұны соңғы қалдықты анықтайтын болса, дебетте 15.500 қалады. Яғни бұл жерде соңғы қалдық 14-21 шоттың дебетінде болғандықтан, бұл салыққа бюджетке төленбейді. Уже келесі екінші 90-ның бастап қалдығына барады. Енді ары қарай жалғастырайық осы мысалды. Екінші 90 соңында дейді 14-21 шоттың бастапқы қалдығы жаңағы 15.500 теңге болды. Осы 90-да 14-21 шоттың есепке алынған қосылған құн салығы 14-21-дің дебетінде 35.500 теңге болды. Ал 31-30 шоттың кредитінде қосылған құн салығы 81.000 теңге болыпты. 81.000 теңге. Енді жабық сальдо жасаймыз. Дебет, кредит, сумма. Жабық сальдо жасаған кезде дебетке 31-30, кредитке 14-21 келеді. Сумма қайсын қазір? Енді бұлай қарастырамыз. Мына жерде 14-21 шоттың бастап қалды 15.500, және де сол екінші 90-да 14-21 шоттың қосылған құн салығының суммасы 35.500. Сонда мына екеуде 14-21-дің суммасы, екеуін бір-біріне қосамыз. Екеуін бір-біріне қосатын болсақ, сонда бұл жерде сумма 51.000 болады, мына екеуін қоссақ. Солай ғой, 51.000 болып тұр. Ал 31-30 шоттың кредитіне 81.000 болып тұр. Қай сумма аз?
51 мың аз, сондықтан мына жерге 51 мың деген сумманы аламыз. Енді жеке-жеке қарастырамыз. Бірінші 14-21 шотты қарастырамыз. Дебет, кредит. 14-21-дің бастап қалдығы 15.500 болды. 15.500. Осы екінші 90-да 14-21-дің дебетінде 35.500 болды. Жабық сальдо жасаған кезде 14-20 кредит жаққа келді, суммасы 51 мың болды. Сонда бастап қалдыққа қосамыз дебеттік айналымды, одан алып тастаймыз кредиттік айналымды. Сондағы бізде соңғы қалдық 14-21-де 0 болды. Енді 31-30 шотты қарастырамыз. Дебет, кредит. Бастап қалдығы жоқ. Одан кейін осы 90-да 31-30 шоттың суммасы 81 мың болды кредитінде. Кредитке 81 мың. Жабық сальдо жасаған кезде 31-30 дебетке келді, суммасы 51 мың. Сонда соңғы қалдығы 30 мың болады. Демек, бұл жерде соңғы қалдық сумма 31-30-да қалды. Яғни бұл 31-30 шотта сумма қосылған құн салығы бюджетке салыққа төленеді. Түсінікті ғой. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгінгі тақырып осының астында сіздерге өзіндік жұмысы бар, самостоятельная работа. Соны өздеріңіз орындап көріңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.